Құрметті ханымдар, қайырлы күн. Ақбаян бағдарламасы және мен Гүлжан Серікқызы сіздерге қош көрдік дей отыра бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Ал бүгінгі бағдарламамыз біздің ерекше. Бүгінгі біздің бағдарламамыз осы елдің өзінің айтуы бойынша, осы біздің қыз апамыз деген апамызға арналған бағдарлама. Ол кісі Қоңырбаева Айжамал Ермахан қызы, көп балалы ана, ардақты әже, Жетісай ауданының құрметті азаматшасы, Қазақ СССР-ның халық ағарту білімі ісінің үздігі, еңбегі, ерен еңбегі үшін облысқа еңбегі сіңген медальдарының иегері, Жетісай ауданының әжелер алқасының төрайымы. Айта берсек өте көп, бірақ қыздар, мен оның бәрін айтып үлгере алмаймын. Ол қыз апамыз жайлы, қыз Шымқұрғанның Қызғалдағы жайлы әңгімені өзінің құрбы құрдастарынан естейік. Ал кеттік. Сол бір кеште аялады таттарман, жан сырымды жай алмадым ақбайым, көк теңіздей бұрқыраған толқығын сөндірмеші сол сезімді ақбаян, ақбаян. Жас жүрегім іздеп жалғыз сөзіңді, еске аламын мөлдір қара көзіңді, көк теңіздей бұрқыраған толқығын сөндірмеші сол сезімді ақбаян, ақбаян. Көк теңіздей бұрқыраған толқығын сөндірмеші сол сезімді ақбаян, ақбаян. Бүгін қаламыз үлкен қуаныш, той. Елге белгілі, бәрімізге ортақ ана болып жүрген әжелер қоғамдық ұйымы бар. Соның төрайымы Айжамал Қоңырбаева анамыз, апамыз үлкен қуанышқа кенеліп отыр. Өзінің сүйікті қызы үйіндегі немересі босанып, шөбере сүйіп отыр бүгін. Міне. Ұрпақ жалғастырып, ұрпақ көбейіп жатыр. Біздің анамыз, өздеріңіз білесіздер, Айжамал апа бүкіл елдің ынтымағын, бірлігін, елбасымыздың, президентіміздің саясатын қолдап жүрген үлкен жүректі, үлкен ана. Барлық ауданымыз бойынша, Жетісай ауданы бойынша, қаламыз бойынша әжелерді, үлкен аналардың басын қосып, үлкен жұмыс істеп, елді ынтымаққа, бірлікке, қазақтың салтын, дәстүрін, ұмытылып баратқан дәстүрін қолға алып, соны кейінгі жастарға үлгі көрсетіп жүрген үлкен апамыз. Өміріңіз ұзақ болсын, Алланың берген ұлықтан аман болсын. Сол бір кеште аялады таттарман, жан сырымды жай алмадым ақбайым, көк теңіздей бұрқыраған толқығын сөндірмеші сол сезімді ақбаян, ақбаян. Жас жүрегім іздеп жалғыз сөзіңді, еске аламын мөлдір қара көзіңді, көк теңіздей бұрқыраған толқығын сөндірмеші сол сезімді ақбаян, ақбаян. Көк теңіздей бұрқыраған толқығын сөндірмеші сол сезімді ақбаян, ақбаян. Айжамал апай, туған күніңіз құтты болсын. 100 жасаңыз, арамызда ойнап күліп жүре беріңіз.
замечательная пара, я уже говорила. Вот его душа рядом находится здесь с Эрикой. И я просто хочу еще раз сказать вот именно его словами. Дорогая супруга, верная подруга, мать моих детей и внуков, бабушка, не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи осенние я могу о любви говорить. Бесконечно говорить об этом. Так что душою и дочь, и ты слышите эти слова и говорите спасибо. Ну что, дорогая моя подружка, дорогая моя женщина, уважаемая, я что хочу сказать. Сегодня очень много поздравлений. Я, во-первых, к ним присоединяюсь, а от себя лично хочу пожелать. В твои 77 лет я вот так сидела, молча думала, ну что сказать, что такое, чтобы было необычное. Говорят, цифры, когда складываешь, каждая цифра что-то говорит о тебе. 7 сложить, получается 14. 14 сложить, получается 5. Вот я тебе желаю, чтобы у тебя оставшая жизнь первая прошла до 70 лет. Я считаю, что это первая часть, на 5. Пусть остальная жизнь тоже пройдет на 5. Чтобы дети, внуки, тем более сейчас вот такие новости услышала, прабабушкой стала, правнучкой родила дочка. Поздравляю всех с этим днем. Чтобы ты жила в достатке, в любви, в взаимопонимании, в уважении, которое есть, чтобы она сохранилась на долгие годы, на всю семью. И всем желающим, твоим подружкам, родным, близким, всем нам счастья, здоровья, успехов, мирного неба, свежего хлеба, голубого неба. И никакой беды, что в жизни не приключено. Поздравляю! Бүгінгі сіздің туылған күніңізбен қалалық әжелер алқасының мүшелерінің атынан, қалалық ардагерлердің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Айжамал апа, деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Бүгін шөбере көріп жатыр екенсіз, шөбереңіздің бауы берік болсын. Құда қаласа, сол ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің, немене шөпшектеріңіздің қызығын, рахатын көріп жүре беріңіз. Айжамал апай, сізбен біз 2013 жылдан бері салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында, салт дәстүр әдет ғұрыпты жастардың арасында насихаттау мақсатында, сіз аудандық әжелер алқасының басқарсаңыз, мен қалалық әжелер алқасын басқарып, мені қоян қолтық жұмыс істеп жатқанымызға 6 жыл болыпты. Мені құда қаласа, осы сізді тек қана Жетісай емес, Жетісай өңір емес, сізді бүткіл республика таниды. Облыста сіз, Айжамал апай, осы әжелер алқасының, аудандағы әжелер алқасының төрайым ретінде абыройыңыз өте үлкен. Менің сізге тілерім, осы өмірге деген құштарлығыңыз арта берсін. Осы әр уақытта осындай әдемі, сұлу болып, әдемі болып қартайғаныңызға мен тілектеспін. Тағы да туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Айжамал апай, дүниеге шыр етіп, дүниеге келген күніңіз құтты болатын. Қазақта 7 сан деген қасиетті сан. Енді апайдың осынғы датасында 2 қасиетті сан қатар тұр. Тек барлық адамдардың бәрі жақсы адам ниеттерін айтып жатыр. Сол ниеттердің бәріне қосылам. Сол ниеттердің бәрі Алла тағала періштенің құлағына шалына берсін деймін. Азды көпті сөйлегендер бәрі айтып жатыр. Бірақ енді Айжамал апайдан өзіміз жасымыз талайға асып кетті де, енді үйренетін нәрсеміз көп. Тек жақсылық, қуаныш. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Алланың берген қуанышын қуанып жүре беріңіз қуанышына. Шын жүректен сізді бүгін туған күніңізбен құттықтаймын. Және де мына шөберелі болып жатыр екен, шөберелеріңіз өзіңге ұқсаған үлкен ер азамат бола берсін, бауы берік болсын. Ортамызда қартаймаңыз, жап-жас болып жүре беріңіз. Сізден алған үлгіміз де көп, айтатын алғысымыз да көп сізге. Мен апай туралы бір не айтып кетейін. Өткенде қажылыққа барып қайттым. Осы қажылыққа барғанда бірінші қуанышымды Айжамал апама айтып бөлістім. Міне Айжамал апайдың көпті ізетті, сондай құрметті екендігі, Айжамал апай, сіз қажылыққа барып келдіңіз ғой деп мені өзінің отыратын орын ұсынып, өзі кейінгі орынға отырып, мені жастарға үлгі көрсетіп жүр.
Бұның өзі үлкен құрмет, үлкен сый. Рахмет апай. Сіз бізді сыйласаңыз, сізді Алла сыйласын. Ал Айжамал апай, сіз менің бала кезімнен ұстазым болдыңыз. Өте рахмет. Мына Шымқорғанның Қызғалтағы деген кітабың шыққан. Оны да оқыдық, бүкіл халық оқыды. Енді қазақ СССР-ның Қызғалтағы болып жүре беріңіз. Немереңіз құтты болсын. Өмір бақи біздің алдымызда үстіп күліп ойнап әдем болып жүре беріңіз. Сізбен 40 жылдан бері таныспын. Сіздің тәрбиеңізді алып келе жатырмын. Сіздің 5 перзентіңізді қолымда оқытып, әсіресе үлкен ұлыңыз Нұрланның жетекшісі болып, Серік ағаның құрметін көріп, сізбен әліге дейін бірге істеп келе жатқаныма Аллаға мың қайтара шүкіршілік айтамын. Жаныңыз жадырап, жаздай болып, бәрімізге шуағыңызды шашып жүре беріңіз. Ауырмаңыз, аман болыңыз, перзенттеріңіздің рахатын және осы 7 айлық әжелердің сый-сияпатын бірге көріп жүре беріңіз. Ой, рахмет. Әжелер алқасының төрайымы Айжамал апамыздан 12 жылдан бері танысып, қанша өнер, қанша көзіміз ашық болып, жастарға, ұрпақтан ұрпаққа, аманатқа бейімделіп келе жатқаныңызға сізге көп рахметіміз айтамыз. Қанша жақсылықтарды көріп жатырмыз, тәрбие көріп жатырмыз. Сізді анамыздай құрметтейміз. Құда қаласа мына қос тойыңыз құтты бола берсін. Немере шөбере неменені көре беріңіз, Құда қаласа. 100 жасаңыз, 120 жасаңыз. Деніңіз сау болсын, ортамызда жүре беріңіз, қартаймаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Құдайға шүкір, өмір жасыңыз мінекей, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Қош жеті дейді қазақта, қош жетіңіз құтты болсын. Сәниядай атты шөбере келіп жатыр екен, оның да бауы берік болсын, дені сау болсын. Сол қызды ұзату тойында бас қосақ деген ойдамын. Ой, рахмет, рахмет. Мінекей сізбен біздің араласқанымызға бірнеше жыл болды. Мінекей комсомолдан бастап, мынау сіздің туған күніңіз, комсомолдың туған күнімен қарсы келген. Мінекей комсомолда көп жұмыс істедіңіз. Мінекей қайда болса да, алдыңғы қатарда, қайда болса да Айжамалды көретін едік. Мынау мінекей оқуда да, жұмыста да, осында болғанда да қанша адамға тәрбие бердіңіз, тәрбиелесіп. Осы жүрген жерде қазіргі мына ардагерлер кеңесіндегі әжелер алқасында төрайым болған кезде де барлық іс-шараның барлығын басындасыз. Қайда қандай мерекеде болса да, сол басында аякеңді көреміз мінекей. Сол бір кеште аялады тәттарман, жан сырды жай алмадым ақпайын, көктеміздей бұрқанған. Қандай керемет. Айта берсе өте көп, өте көп, өте көп. Әкім мырзадан бастап, өзімен әрқашан бірге жұмыс жасап кеткен, жасап жүрген апаларымыз да талай жақсы әңгімелер айтты. Ей шіркін, өмірдің барлығында осындай қыз апаларымыз көп болса деп ойлаймыз. Одан басқа біздің мынау бір керемет гүлді көріп отырсыз. Естуімше сіз гүлді өте жақсы көретін апаларымыздың бірісіз. Оны бәрі естуіміз бар. Сондықтан міне мына біздің Санур деген үлкен телеарнамыз және мен Гүлжан Серікқызы сізге осы үлкен әдемі гүлді сізге сыйлағымыз келіп отыр. Әрқашанда осы гүл көзіңіздің қуанышы болсын. Осыны көрген кезде әрине біздерді Санур және мен Гүлжан Серікқызын әрқашанда еске алып отырарсыз деп ойлаймын. Ал енді құрметті ханымдар, Ақбаян бағдарламасы және мен Гүлжан Серікқызы аяқтай келе әрқашанда біздің Мырза шөл өңірі, соның ішінде Жетісай ауданымыз гүлдене берсін дейміз. Ал гүлденген бұл осындай біздің апаларымыздың арқасында. Әрқашанда есімі шыға берсін, атақ шыға берсін, жақсылығымыз мол болсын, тойымыз көп болсын дейміз. Ал мынау енді Айжамал ханым, өзіңіз Шымқорғанның Қызғалдағы деп отыр ғой, соған сәйкес мынандай сізге қып-қызыл әдемі орамал, біздің арамызда осындай қып-қызыл болып, апа болып, қыз апа болып жүре беріңіз деп, мына иеңізге біздің Ақбаян бағдарламасы жабады. Ал құтты бола берсін. Ал құрметті Жетісай тұрғындары, зиялы қауым, ардагерлер, мына ауданның басшылары, мекеме басшылары, айналайын менің сүйікті қалам, сүйікті халқым, елдің ағалары, аналары, азаматтары, қуаныштарын бөлісіп жатыр. Осыны пайдалана отырып, баршаңызға рахмет айтам. Еліміз тыныш болсын, ауызбіршілігіміз мықты болсын, деніміз сау болсын.
елдің тыныштығы, елдің бірлігі, одан асқан байлық, одан асқан қадір жоқ. Сондықтан баршаңызға үлкен рахметімді, ризашылығымды, бүкіл әжелердің атынан ризашылығымды білдіре отырып, мына біздің жергілікті Санур замандас Тұрсын, біздің замандасымыз Тұрсынның ісін ары қарай алып баратқан Гүлмира ханымға, қызына, оның мүшелеріне, барлығына рахметімді білдірем. Және осы Санур телеарнасының жанынан ашылған Ақбаян бағдарламасы бүкіл әйел, бүкіл әжелерге арналған, қыздарға, қыз келіншектерге арналған үлкен керемет Ақбаянға, Санурға табыстар тілеймін, ризашылығымды білем. Толағай табыстар, дендерің сау болсын, өнерлерің өсе берсін, біздің жетісайымыз гүлдене берсін. Осы гүлденуге ат салысып жүрген біздің азаматтарымыз, ел ағалары, аналары аман болсын. Жастарымыз соны қолдап, үлкен тәрбиелік насихатты алып, ары қарай жастарымыз осыны жалғастыра берсін. Жастар біздің болашағымыз, тек қана көк туымыз жоғарыда желбіреп тұрсын. Оны ұстап тұрған елбасымыз аман болсын. Рахмет, рахмет сіздерге. Ал келесі кездескенше қош, сау, саламатта болыңыздар. Жас жүрегім іздеп жалғыз сөзіңді.